Сәлеметсіздер ме? 6 сынып оқушылары бүгінгі сабақта, яғни видеода дүниежүзі тарихы пәнінен 3-ші тоқсанға арналған ТЖБ тапсырмаларына талдау жасайтын боламын. Видеоны көріп бастамас бұрын ең алдымен каналға тіркеліп аламыз, иә. Себебі менің видеоларымды үнемі тіркелмей қарай беретін болғансыңдар. Сол себепті еңбекті бағалап, бір-біріңізді сыйлап, каналға тіркеліп, үнемі уақытында видеоны көріп отырайық, иә. Және де каналдан 6 сыныпқа арналған әртүрлі сабақтардың ТЖБ, БЖБ тапсырмалары уже шығып жатыр. Сол себепті кіріп көрсеңдер болады. Ендеше тапсырманы орындайық. Бірінші тапсырма. Басқару формалары мен мемлекеттерді сәйкестендіріңіз дейді. Яғни бас штаттар. Бұл жерде Франция бас штаттар, яғни Францияда, иә. Келесі парламент, бұл бізде Англияда. Үшінші Кортес, яғни бұл Испанияда. Төртінші Сейм, бұл бізде Чехия мен Польшада, иә. Баярлық дума, бұл Россияда, Ресейде, иә. Осылай сәйкестендіріп шығамыз. Келесі екінші кестеде монархтардың мемлекетті басқарудағы қызметтерін салыстырып, қызметтерінің ортақ тұстарын анықтаңыз дейді. Монархтардың қызметтеріндегі ерекшеліктер. Бірінші Петр Петергоф сарайын салғызды. Ресейді империяға айналдырып, өзі император атанды. Санкт-Петербург қаласының негізін қалады, яғни бірінші Петрдің жасаған істері. Келесі 14-ші Людовик Версаль сарайын салғызды, күн королі деген атаққа ие болды, және мемлекет мен деген түсінікті ұстанды. Монархтардың қызметіндегі ұқсастықтар. Мемлекеттің саяси дамуына үлес қосты, мәдениеттің дамуына зор үлес қосты және абсолютті монархтарға айналды. Келесі, яғни ПТМС формуласы негізінде орта ғасырлардағы халықаралық сауда мен саяхаттардың рөлі тақырыбына өз пікіріңіз жазыңыз. Бұл П дегеніміз позиция, Т дегеніміз түсіндіру, М дегеніміз мысал келтіру және С дегеніміз салдар. Осыны жазып аламыз. Сонымен бүгінгі ТЖБ талдауы аяқталды. Оқушылар каналға басқа да сабақтардан ТЖБ тапсырмалар шықты. Сол себепті каналға өтіп, видеоларды көріп кетеміз, иә.